Қайырлы күн. Көршіктің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өте керемет жұп-жұмсақ болып шығады. Ұн 375 грамм. Сода, разрыхлитель 1 грамм. Сода 7 грамм. 5 немесе 7 грамм. Видеодағылай иілеп, видеодағылай істесеңіздер болады. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Сахарный пудра немесе ваниль салуға болады. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Қант. Осылайынан жақсылап араластырып алып, ортасын шұңқырып, сұйық май мен айранымызды құйып алып, жақсылап илеуіміз. Айран 200 грамм. Осындай жұп-жұмсақ болу керек. Осындай 1 минутқа жаба тұрам. Осындай екіге бөліп. Негізі пергаментный қағазға жайып, ирек форманы кесіп, жан-жағын алып тастаған жақсы екен. Осындай кекстің несімен кішіректеу қылып істедім. Осылай істейміз. Осындай шықты. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Мынаның тестосы өте жабысқақ болады, сондықтан да ұнды астына көбірек сеуіңіздер. Қош сау болыңыздар.